Ассалаумағалейкум, қадірмен жанкүйерлер. Ұлт футбол бағдарламасының кезекті саны назарларыңызда. Ішкі чемпионаттағы матчтардан бөлек клубтарымыздың Еурокубоктегі бәсекелеріне де шолу жасайтын боламыз. Сондай-ақ ұлттық құраманың әр кездесулерде хабарымызда қамтылмақ. Әр аптаның бейсенбісінде арнамыз қосып бағдарламаны өткізіп алмаңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Бүгінгі санымыздан көретіндеріңіз. Үшінші орынға талас қызғаншақ. Қола жүлде кімге бұйырмақ? Оралдықтардың керемет ерлігі. Сырт алаңда олар тобылды тізе бүктірді. Ақтөбедегі жанталас матч. Мұнда қос команда соңына дейін күресіп, тең нәтижемен тарқасты. Сондай-ақ елордалық дерби немесе ел классикосына шолуда бүгінгі санымызда. Осы және басқа да шолулар алдағы 25 минутта. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өткен жексенбі күні ел чемпионатының 30-шы туры өз мәресі жетті. Мұндағы басты оқиға Қайрат пен Астана арасында кездесу болғандығын айта кетейік. Чемпионаттың аяқталуына 2-ақ тур қалды. Осы себепті қос астаналық ұжым бәйгені қыздыра түсуде. Одан бөлек 3-ші тұғыр үшін де таластың қызған шағы. Өзге де командалар өзара бәсекеге түсіп, жанкүйерлердің көңілінен шығарлық ойын ұсынды. Себебі бұл турда барлығы 15 гол соғылған екен. Қайсысы чемпион атанып, қола жүлде кімнің еншісіне бұйырмақ? Осы мәселелерде әлі шешім таппағандай. Тіпті кімнің үздік сұрмерген атанарда әзірше белгісіз. Талас қызып тұр. Сондықтан көп созбай 30-шы турға шолуды бастайық. Тур шымылдығын Ордабасы мен Ертіс арасында кездесу ашты. Соңғы матчтарда павлодарлықтар маусым басында қарқынына көшіп 3-ші тұғырына қайта оралған еді. Ал осыған дейін дәл сол орында шымкенттіктер тұрған болатын. Сондықтан алма-кезек орын алмас жүрген қос тараптың бұл турда өзара жолдары түйісті. Кім мықтыны, қайсысының қолаға лайық екендігін оңтүстік өлкеде шешіп алуға тырысқан екі жақ ақыры тең тарқасып бар мәселені алдағы турларға қалдырды. Бірақ жиналған жанкүйерлерге матч ұнады деген ойдамыз. Себебі голдар саны 6. Осыған дейін Ордабасы мен Ертіс өзара 40 матч өткізген. Мұндағы 18 жеңіс павлодарлық клубтың қанжығасында болса, 16-сы Ордабасыда. Сондай-ақ 6 матчта бір-бірінен айласын асыра алмай тең тарқасқан. Бір айта кетер жайт, қос ұжымда осы маусымдағы үйдегі ойындарында бір-бірін қос топ айырмасымен жеңген екен. Ал соңғы матчта Ертіс өз алаңында есе жіберген болатын. Алдына кездесу сол есені қайтаруға берілген тамаша мүмкіндік. Ойынның алғашқы минутында алаң иелері қауіпті бұрыштама соққысын орындады. Самат Смақовтың әуелеткен добын Антон Церин тез арада уысында қалдырды. 20-шы минутта шабуылға көшкен Ертіс өз пайдаларына 11 метрлік айып соққысын жазды. Айбалана енген Карлош Фонсекаға қарсы Мұхтар Мұхтаров ережеге сай емес әдіс қолданған болатын. Соққы жасауға ұмтылған Мұртазаев қақпашымен дуэльде үздік танылып, чемпионаттағы өзінің 18-ші голын соқты. Ал 27-ші минутта тіпті есепті еселеніп үлгерді. Қарсылас қақпасы алдына емін-еркін жеткен Фонсека Бекбаевпен бетпе-бет шығып, алыс бұрышты тура көздеді. Алғаш тайм аяқтылар тұстаған мына бір сәтті төреші назардан тыс қалдырмаған екен. Самат Смақовтың пасына өз айып алаңында қолымен жанасқан Елдос Ахметов. Ордабасының штаттық пенальтишісі Александр Гейнрих өзіне берілген мүмкіндікті ұтымды пайдаланып, есеп айырмасын қысқарта алды. Бағанадан бері бұрыштамадан Смақовтың допты әуелетумен болғанына куә болдыңыздар, бірақ ешбірі нәтижелі аяқталмаған болатын. Ал мына пасының керемет шыққаны назарларыңызда. Мұнда басын тосқан Абдуллай Диакатенің таразы басын теңестіріп кеткен жайы бар. Бірақ алаң иелерінің қуанышы ұзаққа созылмады. 58-ші минуттағы Игнасио Эррераның алыстан айбалана қарай допты әуелетем деген ойы өз жемісін бергендей. Қақпалдында допты кеудесімен тоқтатып, ашық тұсқа пас шығарған Семир Керланың бұл әрекетіне керемет нүкте қойған тағы да Елдос Ахметов. 84-ші минутта Смақовтың қауіпті айып соққысы кезекті рет сыналды. Ол қақпалдында тосқауылға ұшырап, Ертістің қарымта шабуылмен ұласты. Қарсылас шарт алаңына ауысқан Фонсека айбалана енген тұста Виталий Лиге мүмкіндік сыйлаған еді. Бірақ Ли 100%-лық голды сәтті аяқтай алмады. Доп Бекбаевтан кері қайтқан сәтте Карлош қақпаға тоғытқанымен қапталдағы төреші жалаушасын көтерді. Көп ұзамай жанкүйерлер кезекті пенальтиге куә болды. 87-ші минутта Гогуаның өз қапталы арқылы қақпалдан қарай шығарған пасына Пірәлі Әлиев қолымен тосқауыл қойған болатын. Мұны орындаған Гейнрих кезекті голын соғып, таразы басын қайта теңестірді. Матчқа қосылған қосымша уақыт түгесілер тұста ойыншылар арасында қақтығыс орын алды. Алмат Бекбаевқа қарсы допқа талас барысында ойын тәртібін бұзған үшін Семир Керла қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Артынша төрешінің ысқырығы да естіліп, ойын өз мәресіне жетті. Қорытынды есеп 3-3. Бүгін таңғажайып ойын болды. Барлығын жақсы бастаған едік. 2-0 есебімен де алда тұрдық. Бірақ бір сәтте ғана осындай басымдықты жоғалтып алу дегенді түсінбеймін. Осыдан соң сәттілік бізден теріс айналды деп ойлаймын. Виталий Ли өзіне берілген мүмкіндікті пайдалана алмаса, Гетериевтің соққысы бағанадан кері қайтты. Матчтың соңындағы пенальтиге де күмәнім бар. Нәтижесінде тіркелген есеп 3-3. Жігіттеріме бұл ойында барын салған үшін алғысымды білдіремін. Келесі матчқа кімнің алаңға шығатындығын да білмеймін. Отбасы жағдайына байланысты Томаш Ирсы командаға көмектесе алмайды. Семир Керлада қызыл қағаз. Сондай-ақ сары қағаздардың көптігіне байланысты Елдос Ахметов те келесі кездесуде алаңға шықпайды.
Ойын өте тартысты өтті. Командалар үшінші орын үшін талас жүргізіп келеді. Бірақ психологиялық тұрғыда қарсыласымыздың басымдылығы бар. Себебі бізден 3 ұпай алды, сондай-ақ сырт алаңда ойнап жатыр. Ал менің ойыншыларым қорғаныста сылбыр қимылдап қақпамызға пенальти белгілетіп қойды. Артынша кезекті гол. Оқжетпеске қарсы кездесуде де дәл осындай жағдай болған еді. Осылайша олар бұл сәтті ұтымды пайдаланып гол соғып кетті. Футбол осы сәттен соң басталғандай. Шынымды айтсам, бұл ойынға 2 ойыншымыз психологиялық жағынан дайын болмады. Ал Атырауда кеншілер мұнайшыларға жол берді. Турнирлік кестеде осыған дейін қатар тұрған екі клубтың қайсысы алға шығар екен деген көпшіліктің сұрағы өз жауабын тапқан секілді. Алексей Еременко шәкірттерінің ойыны тұрақсыз, ол белгілі. Кейде тіпті Астананың өзінен ұпай алып жатса, кейбір сәттерде болмайтын жерден ұпай жоғалтып жатады. Сондай сәт мұнайлы өлкеде қайталанды. Атырауда да дәл осындай жағдай, бірақ бұл ойынға тыңғылықты дайындалған секілді. Қосты айырмасымен жеңісті тойлады. Бұл командалардың жолы бір-бірімен 40 мәрте түйісіп, оның 17-сінде қарағандылықтар үстемдік танытқан болатын. Ал 14 матчта Атыраудың асыға алыстан түскен жайы бар. Мұндағы тең есептер саны 9. Айқын басымдылық бұл статистикадан байқалмайды. Тіпті осы маусымдағы өткен кездесулеріне үңілсек, қос тарап арасындағы 2 ойында 0-дік тең нәтижемен аяқталған екен. Бірақ екінші айналымдағы алғашқы матч кеншілердің пайдасына 2-0 аяқталған болатын. Атыраулықтар сол жеңілістеріне ашынғандай. Бұл кездесуде есеп мүлдем бөлек. Есеп 17-ші минутта ашылды. Орта тұстан ашық қалған айбалаңын байқаған Александр Куртиян тез арада пас шығарған еді. Бұл жерден табыла кеткен Владимир Ажанов аяғын созып, қорғаушылардың бұл қателігін қатаң жазалады. Ал 21-ші минутта дәл осындай жағдай кезекті рет қайталанды. Бұл жолы Стефан Гиессаме сол қапталдан доп тастырған болатын. Ашық қақпаны Пшемислав Третко биік көздеп мүмкіндікті қалт жіберіп алды. Одан кейінгі кеншілердің шабуылда сәтсіз аяқталды. Қақпалдына басымен соққы жасаған Юлис Сокенің көзге түсуіне Жасур Нәрзіқұлов кедергі болды. Артынша алаң иелерінің шабуылы кезінде Максим Федин басымен қақпаны қиыс көздеді. Александр Дамчевскийдің жойқын соққысы мұнда да сыналды, бірақ дәлдік жағы сыр бергендей. Ал 78-ші минутта есеп еселенді. Шабуыл толықтай оң қанат арқылы өрбіп, нәтижесінде тамаша голға куә болдық. Алтынбек Сапаров қалдырған пастан соң Третко соққы жұмсаған еді. Бірақ Шацкийдің керемет сейвін жалғастыратын қорғаушы табылмады. Ақыры серпілген допты Павел Шабалин қақпаға тоғытты. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Тіркелген есеп 2-0. Бүгінгі ойын біз үшін аса маңызды болды, және оны сәтті орындадық деп ойлаймын. Ойынның басынан аяғына дейін жігіттер тактикалық тұрғыда байланыста қимылдады. Қорғаныс пен шабуылдағы баланстың үздік болғандығы да рас. Топтан айырылған сәтте де сауатты ойнауға дағдыландық. Сондай-ақ бос кеңістікті де көптеп пайдалануға тырыстық. Қос гол да осының жемісі. Жақсы алаңда сапалы ойын болмақ, сондықтан алаңның сапалы болғанын қалаймыз. Әрине, бос қожымен қайтып бара жатқандығымыз өкінішті. Кем дегенде бір ұпай иеленеміз деп ойлағанбыз. Команда қолынан келгенін істеді. Алаңның сапасы қос тарапқа да бірдей әсерде. Бірақ командам соңына дейін күресіп бақты. 1-0 немесе 2-0 есебі. Айырмашылық жоқ. Сондықтан екінші таймда жігіттерге тәуекелге баруға тура келді. Нәтижесінде 3 қорғаушы жүйесіне ауыстық. Дегенмен жігіттерге ризамын. Ойынның мынадай алаңда пас алмасу жағынан, техникалық жағынан да ауыр соғатындығын білдік. Ал Атырау бүгін қарымта шабуылда таңғалдырды. Турдағы кішігірім сенсация қай матчта орын алды? Әрине, Қостанайдағы жергілікті Тобыл мен Оралдық Ақжайық арасындағы кездесуде. Көпшілік мұнда Тобылдың жеңетіндігіне толықтай сенімді болатын, тіпті ресеп тіркеледі деген пікірлерде болды. Бірақ нәтиже мүлдем бөлек. Күтпеген жерден Вахид Масудов шәкірттері сырт алаңда 3 ұпайды өз еншілеріне жаза алды. Айып соққысын керемет меңгерген Фредди Каранель гол соғып командасына жеңіс алып берді. Ал Тобылдың бұған жауап қатуға еш шамасы жоқ. Тобыл Ақжайықпен осыған дейін 20 мәрте кездесті. 14 жеңіс қостанайлықтардың пайдасына жазылса, бар жоғы 4 жеңіс көкшетаулықтарға тиесілі. Одан бөлек екі ойындағы таблодағы көрсеткіш тең нәтиже. Осы маусымдағы 3 кездесудің басым көпшілігінде жеңісті тойлаған Тобыл оралдықтардың қақпасына бұл матчта еш саңылау таппады. Салған жерден шабуылға кіріскен алаң иелерінің алғашқы мүмкіндігі мүлт кетті. Артынша Хижниченконың сол қапталдан айбалана қарай шығарған пасына қақпашы мен қорғаушы өзара түсініспей қалды. Нұрбол Жұмасқалиев та алыстан жойқын соққысын бір сынап алды. Айып соққысын орындаған Томаш Шимковичке дәлдік жетіспегендей, әйтпегенде керемет орындалды. 29 минутта Фредди Каранельдің оң қанаттан асырған добына Матиас Рубе сәтті нүкте қоюға шақ қалды. Соққы нысанадан сәл ғана қиыстау. Одан кейінгі Каранельдің бұрыштамадан келген допты қақпаға бағыттауы нысананың дәл сызығынан табылды. Нәтижесінде қорғаушылар допты сыртқа шығарып жіберді. Ал Чиприан Диактың мына бір шабуылдағы соққысы маңдайшадан әлде қайда биіктеу. Ойындағы жалғыз гол 52-ші минутта соғылды. Айып соққысын орындау әдеттегідей Каранельдің еншісінде. Парагвайлықтың шырайын алдыра бағыттаған соққысын бағамдап үлгермеген Лагеновский осылайша өз иелігін аман сақтап қала алмады.
Ал Фреддидің кезекті айып соққысына Логиновский жауап таба алды. 83-ші минутта Тобыл қорғаушылары қателікке бой алдырған болатын. Бірақ бұл сәтте Рубио ұтымды пайдаланып кете алмады. Бағыттаған соққысы киперден серпілді. Ақыры гол соқпастан Тобыл өз алаңдағы матчты минималды есеппен аяқтады. Жігіттерге алғыс айтқым келеді. 10 ойыншымен қалған сәтте де керемет түсіністік танытты. Командалық ойын өрнегі білінді. Жеңіске де желпініп тұрған. Өкінішке орай мүлдем болмауы тиіс айып соққысынан гол жіберіп алдық. Нәтижесінде өз алаңымызда жеңіліс таптық. Бұл сәтке пікір айтқым келмейді. Осы маусымдағы үйде өткізген соңғы ойын болатын. Керемет көңіл күймен аяқтағымыз келген, бірақ болмады. Алдағы күндері бізге артылған сенімді ақтауымыз қажет. Бұны жігіттер де түсінеді. Алға қойылған мақсаттарды келесі маусымда орындап жанкүйерлерімізді қуантуды қалаймыз. Нұрбол Жұмасқалиевтің қызыл қағазы туралы айтасыз ба? Төрелікті талқылауға менің құқығым жоқ. Қайта қарап төрешілер бригадасының жұмысына баға беретін адамдар бар. Дәл осы ойынға барынтамызды салып дайындалдық. Тобылдың ойынына талдау жасағанбыз. Алғашқы айналымда да олармен ойын қиын болған. Ол кезде де 1-0 есебімен жеңген едік. Қателеспесем, голда айып соққысынан соғылған болатын. Менің ойымша Тобыл өз тапсырмасын орындауда кішкене қателікке бой алдырған секілді. Ал бізге келер болсақ, жігіттер барын салып жеңіске жетті. Біршама қауіпті сәт ұйымдастырдық, бірақ түйіндеу жағында мәселелер бар. Жалпы командамның ойынына қанағаттандым. Жігіттерді төрешінің артынан жүгірмей футбол ойнауға үйретем. Бұл екі бөлек дүние. Қостанай облыстық әкімшілігінің қаржы басшылығы осыдан бірнеше уақыт бұрын Тобылды жекешелендіру мақсатында сатылымға шығаратынын хабарлаған еді. Сол мақсатта кеше клубтың алғашқы саудасы өтті. Бірақ сатып алушылар табылмаған екен. Сондықтан кезекті сатылымда бағасы 50%-ға түседі деген ақпарат бар. Айта кеткен жөн, алғашқы сатылымда клуб 95 миллион 905 мыңға бағаланған болатын. Енді екіншісі 20 күннен соң өтеді деп жоспарланып отыр. Ал кезекті шолу Талдықорғандағы матчқа да келіп жетті. Бұл турда есеп ашылмаған жалғыз кездесу осы. Қос ұжымның шабуылдағы ойыншылар белсенді болды. Бірақ қорғаушылар оларға қарағанда мықтылық танытты ма, әлде ойыншыларға сәл ғана сәттілік жетіспеді ме белгісіз. Мұндағы табылған нөлдік нәтиже тіркелді. Тараз осыдан соң турнирлік кестедегі жағдайын мүлдем нашаратып алды. Түйіндеп қалған жайы бар. Ал жетісу өзінің орнында. Қос тараптың жолдары осыған дейін 53 мәрте түйіскен екен. Мұндағы басымдық Тараздың еншісінде. 23 рет ұпайға таласта басымдық танытты. Ал тағы бір 20 матчта жетісу жеңімпаз атанған. Тең ойындар санында біршама, 11 ойында кім мықты анықталмаған. Және дәл осы көрсеткішке тағы да бір тең есеп тіркелмек. Себебі соңғы кездесуде есеп ашылмады. Алғашқы соққы ойынның басында орындалды. Әлішер Сүлейге бұл жерде сенімділік жетіспегендей, мүлдем қиыстау соққы. Артынша қонақтар кезекті рет шабуылға кіріскен болатын. Бірақ Андрей Шабанов салқынқандылық танытып, өз елігін аман сақтап қалды. 18-ші минутта Дәуренбек Тәжінбетов сол қанат арқылы бір қорғаушыны керемет алдап өтіп қақпаны нысана қалған еді, бірақ биіктеу шықты. Одан соң Вадим Боровский де айбаланың ішіне қақпаны емес, әуені көздегендей болды. 36-ші минутта алаң иелерінің қос бірдей соққысы қауіпті шықты. Алдымен Деян Жермановичтің әрекетіне кейпер тосқауыл қойса, келесі соққы Тараздың абыройына қиыстау. Ал 83-ші минутта Деян Жермановичтің күтпеген жерден жасаған соққысы қауіпті шыққандығы сонша маңдайшаға тиіп кері қайтты. Одан кейінгі алаң иелерінің айып соққыста Тараз қорғаушылары үшін сынақ болғандай. Ілешала кезекті айып соққыста орын алды, бірақ соңғы сәтте Тараз қақпашысы өз қақпасын ғана емес, командасында аман сақтап қалғандай. Себебі төреші ойынның аяқталғандығында хабарлап үлгерді. Осылайша таблода көрсеткіш сол күйі сақталып, есеп ашылмады. 0-0. Бұл турды тең ойындар бәсекесі деп атауға болады. Себебі шолу жасайтын кезекті ойынымызда да Тараз басы тең нәтиже. Бірақ мұнда гол молынан. Өз алаңда оқ жетпесті қабылдаған Ақтөбе басты бәсекелестермен күш сынасқан еді. Жергілікті команданың экс-бапкері Владимир Муханов өзінің бұрынғы ұжымына қарсы матч өткізгендігінде айта кетейік. Мүмкін дәл осы себептен болар. Тіркелген есеп 2-2. Келесі сюжетімізге назар аударыңыздар. Мұндағы екі ұжымның арасында кездесулер саны 34. 24 жеңіс Ақтөбенің еншісінде кетсе, 5 матчта оқ жетпес ойыншылары үздік танылған екен. Сондай-ақ тең есеп тіркелген матчтар да бар. 5. Алғашқы қауіпті сәт сол қанат арқылы ұйымдастырылған болатын. Дәл осы жерден асырылған допқа иелік етіп қақпаға жұмсаған Бобер Давлатовтың бұл әрекетіне қақпашы жауапқа тартылды. Есеп 33-ші минутта ашылды. Орта тұстан спорттық снарядты шірене тартқан Серж Нганбе қақпаның торын бүлк еткізді. Көп ұзамай Ақтөбелікте Тараз басын теңестіріп кетті. Қақпа алдындағы жанталас сәтте Асланбек Кәкімовтің соққысын қайтарам деп Сұлтан Абылғазы байқаусызда автогол авторатанып кетті. 79-ші минутта алаң иелері есепті қайта алға шықты. Немания Николичпен пас алмасқан Дидар Жалмұқан айбалаңында қақпашыдан да айласын асырып кеткен жайы бар. Бірақ кезекті гол көп күттірмеді. 84-ші минутта оқ жетпестің бұрыштамасы нәтижелі аяқталған еді. Мұнда топқа бірінші секірген Серж Нганбе алыс бұрышы тура көздеп дубль авторатанып кетті. Осыдан соң кездесу аяқталды. Тіркелген есеп 2-2.
Мұндай ойындардан соң талдау жасамай барлығын айту өте қиын, өте таласқа толы өтті. 4 гол соғылды. Қос команданың да жеңіске жетуге қауқары жеткілікті еді. Өкінішке орай шеберлік жетіспегендей. Сондықтан тіркелген есепті заңды деп ойлаймын. Әлеуеттері бірдей ұжымдардың терезе тең ойыны. Ойынымызды кіршіксіз демеймін. Бірақ жігіттер жеңіс үшін бар күшін сарып етті деген ойдамын. Алайда ерте тойлап қойған секілдіміз. Стандарттық жағдайдан екінші голды өткізіп алдық. Тыңғылықты жұмыс істейтін боламыз. Алдыда қос бірдей матч бар. Өкінішке орай бүгінгі үйдегі соңғы ойында ұтуға тырысқан едік, балдарым бәріміз. 2 голда енді мен қателігім болды, енді барша жанкүйерлерден үлкен кешірім сұраймын. Қуанғымыз келген еді. Биылғы қиын жылда соңғы ойында бір жақсы қуантып, болельшіктерді келесі қалған 2 ойында сырттағы Астанамен және Шымкентпен ойында күткіміз келіп, қуантқымыз келген. Енді болмай қалды, енді осымен қанағаттанамыз енді. Көптен күткен соңғы матчқа да келіп жеттік. Астаналық дерби немесе жанкүйерлердің айтуынша ел классикосы. Қос тараптың арасындағы талас тек чемпиондық атағы үшін ғана емес, қызық әрі тартысты ойынмен жанкүйерлердің біраздан бері асыға күтіп жүрген кездесуі. Елордалықтар матчтың басында гол өткізіп алып, артынша қорғаныс арқылы ойнауға мәжбүр болды. Себебі Қайраттың сәт сайынғы шабуылдарына тойтарыс беру қиынға соққандай. Нәтижесінде Қостөбе айырмасы мен Еуропа лигасында бақ сынайтын ұжымымыз принципиалды қарсыластарына жол берді. Шолуға үңілейік. Осыған дейін елордалық дерби 25 мәрте өткен екен. Оның 11-інде астаналықтардың мерейі үстем болса, небәрі 6 ойында ғана Қайрат өз жанкүйерлерін қуанта алған. Ал тең есептер саны 8. Ал мұндағы есеп 29 минутта ашылды. Бұрыштамадан әуелеген допқа қорғаушылар тосқауыл қоя алмаған болатын. Нәтижесінде Жерарго қақпаның нысана қалды. Эрич бұл жерде жауап қатқанымен жанында тұрған Сезар Арзоны байқамай қалса керек. Аяғын тоса салған испаниялық қорғаушы осылайша халықтық команда сапындағы алғашқы голын соқты. Ал 35 минутта есеп еселенді. Қайрат ойыншылары қарамта шабуылда керемет ойнайтындығымен де белгілі. Исламхан допқа иелік етіп, қонақтар иелігіне енген сәтте Исламбек Қуатқа үн қатты. Ал соңғысы тамаша голдың авторы атанып кеткен жайы бар. Артынша Эричпен жеке дара шыққан гол айласын асыра алмады. Көздегені қақпа емес, айдала болғандай. 50 минутта Қуат енді оң аяғымен қақпаны нысаналаған болатын. Доп қақпашыдан кері серпілгенде Исаилдің шығарған мына пасына нүкте қояр ешкім табылмағаны Қайрат үшін өкінішті. Арада 5 минут уақыт өткенде Марин Аничич соғанат арқылы айбалына қарай әріптестеріне үн қатқан еді. Осы тұстан Кабананга Покатиловты ойынға араласуға мәжбүр етті. Топты осында ұстап тұра алмаған Стастың бұл әрекетін Джорджи Деспотович кешіргендей. Соққысы қақпадан бірнеше сантиметрлер ғана қиыстау. Кабанангаға қарсы Жарко Маркович ойын тәртібін бұзып қақпасына 11 метрлік айып соққысын белгілетіп алды. Ал оны орындаған Деспотовичтің соққысына Покатилов жауап таба алды. Одан соң Исаилді жойқын соққысын бір сынап алды. Ал 80 минуттағы Андрей Аршавиннің мына бір керемет соққысы Эричтен кері серпіліп голға мүмкіндік туған еді. Жерар мұнда да сәтсіздікке ұшырады. Ойынға қосылған қосымша уақыттар аяқталуға сәл қалғанда Қайрат капитанына қарсы Астана қорғаушылары өз айып алаңында ойын тәртібін бұзып, кезекті пенальти жанкүйерлердің назарына ұсынылды. Бұл күн Жерар гол үшін сәтсіз күн. Ойыннан көзге түсе алмаған ол футбол лотереясынан да мүлт кетті. Артынша соңғы 40-тында үнесілді. Қорытынды есеп 2-0. Алдымен бізді қолдауға келген барша жанкүйерлерге рахмет айтқым келеді. Мен үшін Астанаға қарсы өтетін әр матч маңызды. Себебі өзім елордалық футбол мектебінің түлегімін. Сондықтан әр кезде де тек жеңіске жетуді қалаймын. Қайратқа ауыспас бұрын мені ешкім танымайтын. Ал осында келіп барлығы жүзеге асуда. Бұл клубқа алғысымды білдіргім келеді. Жақсы матч болды. Бар күшімізді салдық. Тіпті қазір сөйлеуге де мұршамыз жоқ. Алдын ала дайындалғандықтан бүгін тек түйсікке ғана сенім арттым. Атмосфера керемет болды. Әр матч сайын осылай болса шіркін. 30-ші турдан соң алғаш алтылықтағы жағдай мынадай кейіпте. Астана 68 ұпаймен кезекті чемпиондық атағын қорғауға жақын. Сондай-ақ қосымша бір ойындары бар екендігін айта кетейік. Ал алматылықтар болса олардан әзірше 3 санға қалып келеді. Ертіс 48 ұпаймен 3-ші тұғырын нығымдай түссе, Ордабасының еншісінде 45. Көкшетаулықтар өз кезегінде 5-ші сатыда болса, Ақтөбенің көрсеткіші 36. Енді кезекті алтылыққа назар аударсақ, мұнда Тобыл көштің тізгінін ешкімге берер емес. Еншілерінде 41 ұпайы бар. Ал Атырау 36 мен 2-ші тұғырда. Шахтер 33 ұпайымен 9-шы орында орналасса, Талдықорғандықтар 31-ді алқымдады. Одан кейінгі сатыға қайта оралған Таразда 29 ұпай. Ақжайықта да дәл осындай есеп, бірақ қосымша көрсеткіштер бойынша турнирлік кестені қорытындылап тұр.
Ал сүрмегендер тізімі мынадай. 30-ші турдан соң алғашқы бестікте ивуарлық шабуылшы Жерар Гоу 19 голмен әлі де бірінші орында. Ал екінші сатта 18 гол соғып үлгерген Роман Мұртазаев орналасса, үздік үштікті 15 рет қақпаны тура көздеген Бауыржан Исламхан түйіндеп тұр. Сондай-ақ тобыл форварды Душан Савичтің көрсеткіші олардан біршама кем. Ал Тарас Қарамаржанов Малик Мане әзірше бесікті қорытындылауда 12 гол. Ал Астананың негізгі ойыншысы Азат Нұрғалиев та 12 голмен 6-шы орында. Оның 4-еуі пенальтиден болған соң Манеден кейін орналасқандығын айта кетейік. Одан соң 10 рет мергендігімен танылған Сергей Хижинченко орналасқан. Артынша 9 гол соғып үлгерген Александр Гейнрих тиісінше 8 сатыда болса 9-шы орынға Андрей Аршавин түсіп қалды. Оның еншісінде 8 гол бар. Сондай-ақ франциялық Серж Бандо Нганбе дәл осындай көрсеткішпен қарсыз қақпасынан саңылау тапқан. Қайрат қақпашысы Стас Покатилов Астанаға қарсы ойында елордалық ұжымның шабуылдарын тоқтатумен болды. Сондықтан қақпа иелігіне дәл осы кейіпкер лайық. Ал қорғаныстағы шеп мынадай ойыншылардан құралмақ. Сол қанатта Ғафуржан Сүйімбаев, ортаңғы тұста Майкл Адиби мен Абдел Ламанш. Ал оң қапталдағы үздік Елдос Ахметов. Жартылай қорған шебі мұнда 4 бірдей ойыншылардан құралған. Сол қапталда Александр Куртиян соңғы ойында керемет өнер көрсеткен еді. Ортаңғы тұс Фредди Каранель мен Исламбек Қуаттың қарауында. Тиісінше оң қапталдағы үздік Серж Бандо. Ал өткір шабуылда үздік атанған ойыншылар жоқ. Сондықтан шабуылдаушы жартылай қорғаушыларды қойдық. Дидар Жалмұқан мен Бауыржан Исламхан бұл турда шабуылға жиі араласқан екен. Ал ақжайық бапкері Вахид Масудов фаворит тобылға қарсы сырт алаңдағы ойында командасымен бірге жеңіске жетті. Демек құрамның жаттықтырушысы болуға әбден лайық. Міне, осылайша 30-ші турда өз мәресіне жетті. Шолуды сіздерге сапалы түрде жеткіздік деген ойдамыз. Ал бүгін Қайрат шәкірттері жастар арасындағы УЕФА Чемпиондар лигасында Тбилисилік Динамо қарсы өз алаңдарында қарымта матч өткізді. Сондай-ақ ертең Еуропа лигасын кезек тур аясындағы грекиялық Олимпиакос және Астана арасында кездесуді біздің арнадан тамашалауды ұмытпаңыздар. Бұл ойындарға шолуды келесі аптада назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бүгінгі хабарымыз осымен өз мәресіне жетті, құрметті жанкүйерлер. Әр аптаның бейсенбісінде отандық футболды насихаттайтын ұлт футбол бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Сондай-ақ жобаның әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеліп, ақпараттарға бірге куә болайық. ВКонтакте желісіндегі футбольный новости, Оң ТВ, Қазақ футболы және KZ футбол топтарына алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Спортпен шұғылданыңыздар.